Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен хит болған восточные сладости пирогын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге қамырын дайындап алу қажет. Песочное тесто жасайтын боламыз. Ол үшін 400 грамм жоғарғы сорт ұн, 220 грамм сары май, 2 штук жұмыртқа және де 150 грамм шекерді, 1 ванилинді, шай қасықтың 1/3 бөлігіндей тұзды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сіздің қамырыңыз бір келкі болып шығуы қажет. Қамырды жақсылап араластырып илеп алғаннан кейін холодильникке 20 минутқа алып тастаңыз. Бұл уақытта пирогтың үстіне қосатын қоспамызды дайындай береміз. Ол үшін табаны қыздырып, үстіне 100 грамм сары май және 100 грамм шекерді қосып араластырамыз. Қант түгелдей сары майда еріп кетуі қажет. Осылайынан жақсылап араластырып, астын басып қойыңыз. Мінекей, дайын болам дегенше осылай араластырып тұрыңыз. Шекер түбіне жабысып қалмау қажет. Сары өрікті жуып, 5-10 минутқа суға салып жібітіп алыңыз. Одан кейін судан алып барлығын жақсылап кептіру қажет. Және осындай бөліктерге бөліп тұрайсыздар. Ендігі жерде 3 желания сгущенкасын, туралған сары өрікті, жуып тазартылған және кептірілген қара изюмді, майдаланып туралған грек жаңғағын және майға ерітілген шекерді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса шығуы қажет. Ендігі жерде біз қамырымызға ораламыз. Өзіміздің формамызға қамырды қойып, жиектерінің биіктігін 2-3 см қылып жасасаңыздар болады. 20 минутқа 180 градусқа қыздырып, пешке алып тастаңыз. 20 минуттан кейін пештен алып, дайындаған қоспаны қамырдың үстіне бір келкі етіп жайыңыз да 20 минутқа 180 градусқа қыздырып, қайтадан пешке алып тастаңыз. Мінекей, 20 минут өткеннен кейін сіздерде өте дәмді, дастарханның көркін ашатын восточные сладости пирогы дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Гүлфайрус. Лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қолдауларыңызға рахмет.